Қажымұқан ата кезінде тура сендер сияқты бала болған. Бірақ кішкентай кезінен бастап еңбекқор болды. Ата-анасын тыңдады, өтірік айтқан жоқ, сабақты жақсы оқыды мысалы. Және алдына үлкен мақсат қойды. Ең бірінші біз ата-ананы сыйлауымыз керек. Ата-анаға ешқашан қарсы шығуға болмайды. Міндетті түрде спортпен айналысып, барлықтарымыз кішкентайларға көмектесу керек. Қандай мысалы өзінен кіші балама оған көмектес, оған жәрдемдес. Сол кезде біздің өміріміз берекелі болады, өміріміз жақсы болады. Ондан біз алдымызға үлкен мақсат қоюымыз керек. Ал ол үшін біз бүгіннен бастап жақсы азамат болу керек. Біз батыр халықтың ұрпағымыз. Сол телефонға, телевизорға кеткен уақытымызды ойынға, ол ойын бізге түк бермейді. Біз одан да Мұқағали Мақатаев атамыздың, Абай атамыздың өлеңін жаттайық.